Қайным мен келінімнің үйленгендеріне 1 жыл болды. Енді солардың свадьбаларын жасаймыз деп енем екеуміз құдалыққа қатты дайындалдық. Ең бірінші столдың сервировкаларын алдырайық деп мен Қытай сайттары Pinduoduoдан осындай әдемі гүлдерге заказ беріп бастадым. Гүлдерім даже мен ойлағаннан да әдемі болып келген ғой, қараңыздаршы. Гүлдерді қарап тұрсаң, как живой сияқты, прям бізге қатты ұнады. Осы гүлдерден біз 3 штук алдырғанбыз. Стол бізде 5 метр болғаннан кейін 3 гүл жетеді деп осындай 3 гүлге заказ беріп алдырған болатынбыз. Гүлмен бірге осы тарелканың астына қоятындар да келген болатын. Барлығын осы жерден көрсетіп жатырмын. Әлі алдағы уақытта столдың үстінде прям құдалықтың дастарханында тұрған видеоларды да түсіріп салатын боламын. Уже той жақындап қалған күндері салфетницалар да келді. Оны да распаковка жасап түсіріп салып жатырмын. Біз барлығын осындай золотистый түстеп бергенбіз. Золотистый түс көзге бірден көрінеді ғой. Қараңыздар, қандай әдемі. Біз осыдан 36 штук бергенбіз. Точно 36 ма деп санап көріп жатырмын ғой мына жерде мен. Бұлардың барлығы дұрыс екен. Енді біз келесі күні свадебный көйлек таңдауға шығып кеттік. Әлі той алда, барлық қызық енді басталады. Екінші часть күтсеңіз, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз.